Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен пачуба салатын жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Тағы да басқа видеоларымды жіберіп алмау үшін каналыма жазылып, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Салатқа қосатын барлық ингредиенттерді қайнатып аламыз. Сәбізді, картопты, жұмыртқаны, қызылшаны суға қайнатып аламыз. Қызылшаны үккіштің майда көзінен өткіземіз. Міне үккіштен өткізіп алдым қызылшаны. Енді дәл солай сәбізді де үккіштен өткізіп аламыз. Картопты өткіземіз. Мінекей осылай. Картопымды өткізіп алдым үккіштен. Енді балықты тураймыз. Мендегі селедка. Селедкамызды майдалап турап аламыз. Селедканы турап алдық. Бөлек бір ыдысқа салып аламыз. Енді пиязын тураймыз. Осылай пиязды екіге бөліп, жіп-жіңішке етіп турап шығыңыздар. Мінекей пиязымды турап алдым. Енді жұмыртқаларымды өткіземін. Жұмыртқаның ағын бір бөлек, сарысын бір бөлек өткіземіз. Үккіштен осылай өткізіп алдым. Енді сарысын өткіземіз. Сарысынды дәл солай майда көзінен өткізіңіздер. Міне өткізіп алдық. Дайын болды. Менде мынадай форма бар. Торттар мен пирогтарға арналған. Керек көлемде кішірейтіп, үлкейтіп алуға болады. Ең алдымен пиязын саламын. Пиязды қолымызбен мыжып жұмсартып аламыз. Тұз себемін. Картоп саламын. Осылай жайып аламыз. Шым-шым тұз. 2-3 қасықтай майонез, ас қасық. Сәбізім жұқа слой болғандықтан үстінен майонезді салмадым. Шым-шым тұз, артынша қызылша салдым. Негізі әр слойының өзіне майонез жағып отыру керек. Ол майонезді қаншалықты ұнатқандарыңызға байланысты. Шым-шым тұз, тағы да майонез 2-3 ас қасықтай. Селедка. Бір тексетіп, барлық жеріне жайып шығамыз. Жұмыртқаның ағы. Кішкене тұз себуге болады. Майонез. Бір тексетіп жайып шығамыз.
Енді жұмыртқаның сарысы. Осылай бетін әсемдеп шығамыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Формамыздан ақырындап шешіп аламыз. Міне салатымыз дайын. Күнделікті немесе қонақ келгенде ұсынуға болады. Міне осылай әдемі болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнары сөзсіз. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше.